Е-қызмет – мемлекеттік қызметке іріктеудің жаңа жүйесі. Қазақстанда е-қызмет жүйесі бойынша мемлекеттік қызметке іріктеудің жаңа жүйесі іске қосылды. Жаңа жүйеде барлық процесс автоматтандырылды, және үміткер өзіне ыңғайлы уақытта конкурстарға онлайн қатыса алады. Іріктеу кезеңдерінен өту кезінде дербес деректерді құпия сақтау және анонимділікті қамтамасыз ету мақсатында үміткерлерге ID нөмір беріледі. Конкурстарға қатысу үшін е-қызмет сайтында тіркеліп қажетті ақпаратты енгізу қажет. Мемлекеттік қызметке алғаш кіретін немесе мемлекеттік қызметтен кеткеннен кейін қайта келетін азаматтар Қазақстан Республикасының заңнамаларын білуге арналған тестілеуден өтуге тиіс. Жаңа іріктеу жүйесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезең – жеке қасиеттерді бағалауға арналған тестілеу. Екінші кезең – мәтінмен және сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау. Басшылық лауазымдарға орналасуға үміткерлер үшін мемлекеттік органның өтініші бойынша қосымша кезең – эссе жазу қарастырылған. Ең жоғары балл жинаған 3 қатысушы финалдық кезеңге бейне байланыс арқылы өтетін сұхбатқа жіберіледі. Іріктеудің барлық кезеңінің қорытындысы бойынша ең жоғары балл жинаған кандидат жеңімпаз атанып, бос лауазымға орналасу мүмкіндігіне ие болады. Е-қызмет – мемлекеттік қызметке онлайн орналасу мүмкіндігі.